табиғатта аялау форма. Экоблогин анимациясының қатысушысы мен Мұрат Тәлеев атындағы мектеп-интернатының коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10-шы сынып оқушысы Рахмет Нәби Ақылжан. Мақсатым табиғатпен үйлесімді өмір сүру, күнделікті қарапайым әрекеттер арқылы қоршаған ортаға деген оң көзқарасты қалыптастыру. Зайсан жер жаннаты десем артық емес. Қаншама көрікті, әдемі, сұлу, табиғаты көз тартарлықтай жерлері мен флорасының фаунасына бай мекен. Бәйтерек сауықтыру орталығы табиғаты тамылжыған Сауысайған тауының бөктерінде орналасқан. Екіншіден, Зайсан көлі. Зайсанның үнжі маржаны деп Зайсан көлін айтуға да болады. Үшіншіден, петроглифтер галереясы. Бұл Зайсан көлінің оңтүстік шығысқа қарай 35 шақырым жерде орналасқан. Төртіншіден, Жәделі Батыр қыздың атына қойылған сай. Бесінші, Шілекті қорымы. Бұл Тарбағатай Сауырмаңғақ тауының жоталарында орналасқан. Осындай көрікті мекенімізге, табиғатымызға үйлесімді өмір сүріп отырмыз ба деген мәселе туындайды. Өкінішке орай жоқ. Жаһандық экологтардың дабыл қағып отырған мәселесі бізде де бар. Судың ластануы, ауаның ластануы, қоқыстардың көбеюі, жан-жануарлар мен өсімдіктердің азаюы, ормандардың жойылуы. Қоқыстардың көбеюі әлі күнге дейін шешімін таппай отырған мәселе. Себебі жалғыз мен жасағанмен не өзгереді? Басқалар жасамаса, еш өзгеріссіз қалады ғой десеңіз қателесесіз. Қарапайым қадам үлкен өзгеріске, үлкен өзгеріс кішкентай әрекеттерден басталады. Бұл мәселелерді шешу үшін экологиялық тәрбие қажет. Мектептерде, отбасында табиғатты аялау туралы білім беру арқылы ғана біз болашақ ұрпаққа таза әлем қалдыра аламыз. Қорытындылай келе, шешім жауапты тұтынуда, технологиялық жаңалықтар және табиғатқа деген жанашырлықта деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.